Әкені ұрған ұл. Өкініштің ауыр хикаясы. Ерке ұл, еңбекқор көрші. Асқар мен Жамал жалғыз ұлын жалғызым деп өсірді. Күләш деген көршісі бар еді. Оның ұлы Марат жоқшылықта өсті. Марат кішкентайынан сиыр сауып, тезек теріп, кірпіш құйып жүріп анасына көмектесетін. Ал Асқардың ұлы Тимур болса, Тимур, қолың ауырмасын. Тимур, сен патша баласың, деп қас қабағын бақты. Үйде шәй әкелмек түгіл, жейдесінде шешіп беретін. Салыстыруы. Асқар кейде ішіп алып, әй, Жамал, ана Маратқа қарашы. 10 жасында еңбек істеп жүр. Ал мына сүмелек қолына бір күн күрек ұстаған жоқ. Ертең өлгенде көрерің осының иттігі. Тимур ішінен булығатын. Көрші үйдің жоқшылығынан шыққан еңбекқор бала өзінің көлеңкесіне айналды. Әке, неге мені сол балаға теңейсің? Мен сенің жалғызыңмын ғой. Бұл сөзді айтуға да шамасы жетпеді. Еркелік еркек болмайды. Жылдар өтті. Марат әкесіз өсті. Өзі үй салып алды. Тимур болса дос тауып араққа үйренді. Түнгі клубтар, кредит, ойын автоматтары. Асқар үмітін үзбеді. Балам, ертең адам боласың. Марат сияқты бол. Осы сөздер Тимурдың жүрегіне пышақ болды. Бір түнгі төңкеріс. Сол түні Жамал көрші үйде шай ішіп отырған. Тимур достарымен ішіп келді. Асқар қарсы алды. Балам, қайда жүрсің? Мас болдың ба тағы? Тимурдың ашуылап етті. Не болды саған? Тағы да Маратты айтасың ба? Асқар үндемеді. Бірақ мас Тимур оған жұдырық ала жүгірді. Ол құлап түсті. Бір емес, 5 рет тепті. Асқар үнсіз. Көзінде сен менің баламсың ғой деген жансыз сұрақ тұрды. Қан жоса әке, шай ішіп отырған ана. Сол сәт Жамал үйге кірді. Кірсе күйеуі төсек жанында сұлап жатыр. Қан жоса. Тимур қолына сүлгі алып қашып кеткен. Жамал еңіреп жылады. Ол көрші үйде Мараттың анасымен шай ішіп отырғанда. Өз үйінде ұлы әкесін өлімші етіп сабап жатты. Асқардың соңғы сөзі. Асқар есін жиды. Бірақ сөйлей алмады. Дәрігерлер оны әрең аман алып қалды. Ол ұлын соңғы рет көргенде тек қағазға жазып берді. Баламды өзім өлтірдім. Еркелікпен. Бұл сөз Жамалдың жүрегіне дақ боп қалды. Марат пен Тимурдың айырмасы. Арада ай өтті. Марат әкесінсіз ақ ер болды. Анасын анасында емес әкесіндей қорғай білді. Ал Тимур әкесін өз қолымен өлтірмесе де мүгедек етті. Махаббатты дұрыс бере алмаған атана өз қолымен баласын жау еткенін кеш түсінді. Әкенің соңғы хаты. Асқар ауруханада көз жұмардан бұрын бір парақ қағаз сұратты. Қолы қалтырап әр әрпін зорға жазды. Жамал, Тимурға оқытпа. Бірақ білсін, менің кінәм өз қолыммен дұшпан өсіргенім. Еркелікпен салыстыру баламды өлтірді. Марат көрші емес, өз балам болуы керек еді. Тимур менің күнәмнің өтеуі. Кешір. Жамал сол хатты күйеуінің қабіріне бірге көмді. Бірақ әр сөзі жүрегінде мәңгілікке сақталды. Көрші Мараттың кері оралуы. Арада 10 жыл өтті. Марат үлкен көлік алды. Тұрмысын түзеді. Алланың ризашылығы үшін мешіт салды. Күндердің күнінде ауылға қайта оралды. Жамалдың қақпасын қағып тұр. Қолында ет толы дорба. Апа, сізді ұмытып кеткен жоқпын. Әкемдей болмасам да көрші болып едіңіз. Жамал Мараттың қолына қарап тұрып еңіреді. Асқардың өз ұлы сендей болар еді. Тек еркелікпен салыстыру адам өлтіреді екен. Марат басын төмен салды. Тимур қайда жүргенін ол да білмейді. Қайыршы ұлдың өшпес таңбасы. Қаладағы үлкен базардың алдында үнемі бүрсіп отырған бір қайыршы бар. Киімі кір, көзі үңірейген. Адамдар тиын тастайды. Ол ешкімнің бетіне қарамайды. Оның аты Тимур. Бір күні жанынан бір бала. Аға, сіздің атыңыз кім? Деп сұрады. Тимур басын көтеріп бетіндегі тыртық ізін сипап тұрып күңк етті. Мен әкемді ұрған ұлмын.
Осы сөзден кейін ол қайтадан жерге үңілді. Қасында тиыннан да ауыр үнсіздік қана қалды. Кейбір баланың әкесі жоқ болғаннан қайырлысы еркелікпен өшірген әке жоқ болған. Жамал сол хатты әлі де түнде түсінде оқиды. Марат өмірден өз еңбегімен өтіп жатыр. Ал Тимур өз әкесінің қанын жуған қолымен ешкімге керек емес адамға айналды. Шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе арнама тіркеліп алыңыз. Және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.